Ол өлеңді мен кеше ғана жаздым. Ең жаңа өлең, әлемдегі ең жаңа өлең осы. Сондықтан мен еш дәл оқыған жоқпын. Сенің дастарханыңда шығармашылық отбасының дастарханы болсын, сендерге бірінші оқып берейін деп отырмын. Өйткені өлеңнің қадірін, әннің қадірін сендер жақсы білесіңдер ғой. Одан кейін тура достарының қасында, қасында тұрған. Бұл өлеңнің тарихы өте бұрыннан келе жатыр. Негізі Бегімайдың әнін білесіңдер ғой. Бегімайдың әнін. Бегімайдың әнінің киносы да бар. Бегімай мен Раймалы ақынның 60-тан асқан Раймалының 18 жасар Бегімаймен анау айтысатыны, ақын қызбен жаңағы ақын аға мен ару қыздың екеуінің айтысып отырып бір-біріне ғашық болғаны, кейін елдің оны түсінбей, соттағаны, елдің соттағанда кімді жаңағы Раймалыны байлап тастап, от деген оған кімнің өзі келіп, Бегімайдың өзі. Мен ондай ақынды неге сендер махаббатқа өртенген ақынды неге осылай өтіп жатсыңдар деген секілді біз махаббаттың отына келдік. Онда мен де бірге жанамын деп, ол да отқа ұмтылғаны, соның бәрі киносы да бар, қырғыздар өте керемет түсірген. Негізі бұл Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекеттің ішінде көрсетіледі. Өткенде Талғат Теменовте үлкен керемет Қызыл орамалды шынарым деген драмасы болды. Кеше өткенде Талғат туралы жаздым ғой, сол ішінде бар ғой. Сонда осы кімнің Бегімаймен, анау Шынарым мен Қырайлым мен арманасын Ілияс пен Әселді екеуін қосып керемет жасаған. Bir күн барып көрді ғой оның бәрі. Сол екеуін қосқан сол кезде ойлап едім. Одан кейін өткенде былтыр емес бей ғой, мен Астана 20 жылдық мүшәйрасында халықаралық бас бергенде өздерің болдыңдар ғой. Кейін Есекең бар, кішкентай бар, бәріміз барып жүрдік қой, отырдық қой. Көрген өмірде. Сол кезде Есекең сол былтыр сол бір тойында, баланың сол өсер тойында бізге бір тапсырыс беріп еді. Осы Бегімай мен Раймалының туралы не өлең жазып берші. Біз екеуі де ән айтады ғой оны. Есекеңде жаңағы кішкентайда өлең жазып берші, біз соны жаңағы ойымызды айтайық екеуміз деп та жаңағы шекпен бір бастап қойған, біраз үйде соның біразын таппай қалдым бастап. Бірақ кеше мен олардың айтқанын толық өзім жақсы түсіндім, олардың неге осындай тапсырыс бергенін. Сөйттім де соны, яғни кемеліне келдік деген сөз ғой. Ойланып жүр, бір жылдай ойланып жүр. Соны кеше жазып шықтым өте. Өзіме енді әр өлеңнің ақынның әр баласы ғой негізі. Оны қуанып не қыласың, бірақ соның ішінде өте керемет өлеңдерді жаңағы өзің қатты жақсы көресің кейбіреуін. Сол сияқты өзіме қатты ұнаған өлең болды. Ол енді сол өлеңді қазір өздерінің алдарында бірінші рет сол кешенін өтейік. Біз бәріміз біргеміз деген. Бегімайдың әнін тыңдап жүргенде, мен де бүгін саған күнім жолықтым. Раймалы ақындақтап бір демде жүрегімнің барын білдім, сонықтым. Туылсақ та сен кештеу, мен ертелеу, бізді текке кездестірген жоқ Құдай. Еркем саған жараса да еркелеу, аялаймын бойымды өртеп от бұлай. Түсінер ел асқан кезде арнадан, ақынды бұл сөзі құнды, көзі мұң. Біздер жаным тілейік бір Алладан, Бегімайдың тағдыр емес сезімін. Жанғандарды махаббаттың отына, негіртеді тобырыңкөй түнектің. Тап болмайбыз соқырлардың сотына, өртенейік жалынына жүректің. Саған жаным алып ұшып жетейін, бір көруге кедергі екен тегі не, еркем сені ертіп алып кетейін, ел бармаған ертегілер еліне. Тосқауылдар жолымызда жоқ емес, оның бәрін жаным жақсы білеміз. Көңілдерден кетпес мәңгі көбелес, біз бәрібір бірге өмір сүреміз. Өте керемет киноға түскеннің бір әдемі көрінісін алып бір тірілтіп жатқан сияқтысыз осы өлеңнің. Рахмет. Өйткені анау мен Есекеңнің кішкентайдың негізі қыз берген түсінбейді. Есекең мен кішкентайдың ағасы 27 жас. 27 жаста ағасы. Екеуі қыз әнші қыз болып, бұл ауданда әкім болып жүр. Таза махаббат болып үйленген. Бір ұл бір қыз сүйіп отыр, бес бала тауып жатыр, Арғана деген қыз.
енді анау райымалы ақында да жасы 60-тан асқан 18 жасар қызбен екеуі таза махаббат болады ғой. Содан кейін сол тойда айтқысы келді ғой, құдай қаласа келесі жылда мүмкін айтып жатар.